Бұл сіздерге бір лайфхак. Егер таудың басында болсаңыздар, телефон өшіп қалған кезде намаз уақыттарын қалай анықтаймыз деген кезде, біздің ата-бабаларымыз осы нені қолданған. Енді білесіздер, ақшам намаз уақыты қашан келеді деген кезде, күн батқан кезде. Күнге қарайсыздар, көкжиектен күн батты, күн көздеріңізден жоғалып кетті, тек қызыл шапақтары қалған кезде күн батқан болады, ақшам намазы кірген болады. Ал құптан намазы қашан келеді деген кезде, мына қызыл шапақты көріп тұрсыздар ғой, қызарған. Сол жоғалып кеткен кезде, тасып қараңғы болған кезде, сол кезде құптан намазы уақыты кіреді. Ал таң намазының уақыты мынау батыс, ал мына жақ шығыстан анау көкжиектен ағарып таң атады. Сол ағарып таң атқан кезде таң намазының уақыты кіреді. Қай уақытқа дейін? Көкжиектен күн көтерілгенге дейін. Ал бес намазының уақыты қай кезде кіреді деген кезде, күн тас төбеде тұрады, дәл аспанның ортасында тұрады, содан где-то бір 15 минут өткен кезде кіреді. Ал екінші уақытта Имам Ағзамның көзқарасы бойынша, мысалы бір заттың несі 30 сантиметр болса, өзінің ұзындығы көлеңкесі 2 есе, яғни көлеңкесі 60 сантиметр болған кезде сол екінші уақыты кіреді. Осылайша телефонсыз-ақ сәжде немесе басқа да бағдарламалары қарамай-ақ осылай күнге қарап намаз уақыттарын анықтасаңыздар болады.